Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Мақсат Болатұлы. Елімізде ең үздік 100 кітап анықталады, яғни төл әдебиетіміздегі 100 танымал кітапты іріктеп алуға арналған жалпы ұлттық сауалнама жүргізіледі. Бұл туралы ұлттық кітап күніне орай ұйымдастырылған халықаралық жәрмеңкеде мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин айтты. Жұртшылықты қызықтыру мақсатында жоба серіктестері ынталандыру сыйлықтарын ұсынады. Сауалнама 3 айға созылып, нәтижесі 10 тамыз Абай күні қарсаңында жарияланады. Ал жобаның негізгі ақпарат демеушісі Қазақстан телерадио корпорациясы. Бұл бағытта негізі Қазақстан корпорациясы біраз шаралар атқарып жатыр. Білесіздер, өткен жылдары Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романын, Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпион шығармасын, биыл біз Жабай Алма Сайын Мұратбековтың шығармасын телехикаяға айналдырдық. 8-9 мамыр күні жеңістің 80 жылдығына орайластырылып, арнайы ұлттық арнаның эфирінен Жабай Алма телехикаясын ұсынамыз. Міне осы бағытты жалғастыру үшін 100 үздік қазақтың кітабын таңдау біз үшін өте пайдалы. Қазақстандықтар egov.kz порталы арқылы жазушының аты жөнімен өзі ұнататын шығармасын жазып дауыс бере алады. Одан бөлек еліміздің барлық қаласында дауыс беруге арналған QR-код бейнеленген баннерлер ілінеді. Сауалнамаға қатысушылардың 10 кітапқа дейін таңдау жасауға мүмкіндігі бар. Іріктелген 100 кітап ұлттың зияткерлік әлеуетін арттыруға және қазақ әдебиетінің рөлін күшейтуге септігін тигізеді. Біз Абайдан бастап 100 кітап шығаратын болсақ, оның ішінде жастар да болуы мүмкін, ешкім білмейтін авторлар да болуы мүмкін. Сондықтан бұл өте жақсы бастама, және 3 айдың ішінде осының бәрі іріктеліп шықса, 100 авторды таңдап алсақ, мұнда қазақ біраз жерге жетті деген сөз. Келер жылы Қазақстанның 11 мәдени ескерткіші ЮНЕСКО-ның тізіміне енеді деп жоспарланып отыр. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева осылай деді. Қазір еліміз бойынша ірілі ұсақ 25 мыңнан аса ескерткіш бар. Оның тек 10 ғана бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Министрдің мәліметінше жергілікті органдар тарихи жәдігерлерді күтіп ұстауға, жаңғыртуға, турист тартуға құлықсыз, сондықтан оларды әлемдік деңгейде дәріптеу қиынға соғып жатыр. Аида Балаева тарихи ескерткіштерді әлемдік стандарттарға сәйкестендіріп, олардың маңызын арттыру үшін 7 министрлік бірлесе жұмыс істеуі керек деді. Біз өз тарапымыздан жергілікті әкімдіктерге бірнеше рет хат жолдап, тарихи мәдени мұраларымызды сақтауға қатысты бірқатар ұсыныстарымызды жібердік. Алайда кейбір жергілікті атқарушы органдар тарапынан бұл мәселеге жіті назар аударылмауда. Осы орайда министрлік жүйелі шараларды қамтитын 3 бағытты жоспар жобасын жасап, мемлекеттік органдармен келісе отырып, үкімет қарауына ұсынуға дайын екенін атап өткім келеді. Биыл республикалық облыстық бюджеттерден және ұлттық қордан тұрғын үй құрылысын дамытуға 9 миллиард 400 миллион теңге бөлінді. Осылайша көп пәтерлі 33 тұрғын үй құрылысы жалғасады. Барлығы 665 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Облыстық мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының отырысында құрылыс саласындағы проблемалық мәселелер, жай-күй мен даму перспективалары талқыланды. Отырыста депутаттар мен жауапты ведомство өкілдері құрылыс саласындағы өзекті мәселелерді бірлесіп шешудің жолдарын қарастырды. Мердігер ұйымдар сапаға жауап беруі тиіс. Нысанды тапсыру кестесін бұрынғыдай өзгертуге болмайды. Қазір жұмыстың барлық кезеңі заңнамаға және қаржы түсініміне сәйкес жүргізіліп жатыр. По всем подрядным организациям Барлық мердігер ұйымдар бойынша талап арыз және сот жұмыстары белсенді жүргізілуде. Бұрындары кесте мерзімі негізсіз ұзартылатын. Қазір ондайға жол берілмейді. Жұмыс кестелері нақты негізделген жағдайларда ғана ұзартылады. Қазір барлық мерзім қатаң реттелген. Мердігерлер жобаларды уақытылы аяқтауға мүдделі. Өйткені кешіктірілген жағдайда айыппұл салынуы мүмкін. Жалпы бюджеттен тыс қаражат тарту жобаларды іске асыруға оң әсерін тигізуде. Сонымен қатар заңнамаға енгізілген өзгерістер, соның ішіне мемлекеттік сатып алулар туралы заңда қосымша қолдау көрсетіп отыр. Халық қалаулылары мердігерлердің сапасыз орындаған жұмыстары, сақалды құрылыстар, салынып жатқан нысандардың жеткіліксіз қаржыландырылуы, техникалық және авторлық қадағалаудың жоқтығына қатысты мәселелерді көтерді. Дело в том, что, к сожалению, мы наблюдаем сейчас такую негативную тенденцию. Шын мәнінде өкінішке қарай біз жағымсыз үрдісті байқаймыз. Қоғамдық бақылау барысында депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері бірнеше рет техникалық және авторлық қадағалаудың жүйелі түрде
жүргізілмейтінін анықтады. Жұмыстың сапасына және жұмыс кестесінің жиі бұзылатынына қатысты мәселелер де бар. Осыған орай біз Аманат партиясы мен қоғамдық кеңес арқылы партиялық бақылау бекеттерін ұйымдастыра аламыз. Облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы жоспардан тыс тексерулер тек нақты дәлелдермен растайтын материалдар болған жағдайда ғана жүргізілетінін атап өтті. Проверка осуществляется в соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің 144 бабы 4 тармағына сәйкес жүргізіледі. Яғни бақылау және қадағалау органы адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттің заңды мүдделеріне төнген тікелей қатердің алдын алу және оны жою мақсатында нақты бақылау мен қадағалау субъектісіне қатысты жоспардан тыс тексеруді тағайындауға негіз болған нақты фактілер мен мән жайлар бойынша тағайындайтын жоспардан тыс тексеру. Былтыр мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы жоспардан тыс 140 тексеру жүргізді. Оның қорытындысы бойынша заңсыздықтарды жоюға қатысты 113 ұйғарым берілді. Айта кетейік, жыл сайын орта есеппен 9% ғана құрылыс нысандарына мониторинг жүргізіледі. Салынып жатқан 1500-ден аса нысанның 100-ден астамы ғана тексерілді. Басқармада штатта 8 ғана құрылыс инспекторы бар. Ол аймақты толық әрі уақытылы қамту үшін жеткіліксіз. Мақпал Айбабина, Сания Есмсейтова, Вероника Цветкова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Ақмола облысының прокурорлары Көкшетау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бұрынғы басшысын, Хемстрой проект серіктестігінің техникалық бақылаушысын және мердігер ұйым Павлодар энергомонтаж серіктестігінің нақты иесін уақытша қамауға алды. Олар 170 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырды деген күдік келінді. Бұл қаржы Көкшетаудағы ескі аэропорттан қан орталығына дейінгі аралықтағы жағалау құрылысына бөлінген. Күдіктілердің әрекеттері аса ірі көлемде жымқыру, талан-таражға салу, яғни қылмыстық кодекстің 189 бабының 4 бөлігі бойынша сараланды. Күдіктілердің әрекеттері аса ірі көлемде жымқыру, талан-таражға салу, яғни қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі бойынша сараланды. Көрсетілген бап бойынша мүлкін тәркілеумен қоса 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Барлық күдіктілер сот санкциясымен қамауға алынды. Тергеу барысында Астана қаласының қылмыстық жолымен алынған 95 миллион теңгеге бағаланған мүлік табылды. Атбасар қаласындағы басқа құрылыс объектілері арқылы ақшаны жымқырғаны анықталды. Осыған байланысты бір күдіктінің әрекеті қылмыстық кодекстің 218 бабының 3 бөлігі бойынша, яғни қылмыстық жолымен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастырды деп сараланып отыр. Бұл бап мүлкін тәркілеумен бірге 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Қазір қылмыстық іс аяқталуға жақын, соңғы нүктені сот қояды. Гүлнар Бекенова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Сәуірдің 1-нен бастап Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясына 2025-2026 оқу жылына құжаттар қабылдау басталды. Үміткерлер өтінішті онлайн форматта Edmission ақпараттық жүйесі арқылы бере алады. Мемлекеттік басқару академиясы 12 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярлайды. Оның ішінде 9 магистратура, ал 3-еуі докторантура деңгейінде жүзеге асырылады. Бұл бағдарламалар мемлекеттік басқару жүйесі үшін жоғары білікті, заманауи талаптарға сай кәсіби кадрларды даярлауға бағытталған. Биыл оқу бағдарламасына цифрлық мемлекеттік басқару мамандығы қосылды. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет өтіліне қойылатын талаптар да өзгертілді. Для всех программ магистратуры. Барлық магистратура бағдарламаларына қабылдану үшін мемлекеттік қызмет өтілі 2 жылдан 3 жылға дейін ұзартылды. Мемлекеттік басқару бағдарламасына кемінде 5 жыл, мемлекеттік саясат бағдарламасына кемінде 4 жыл еңбек өтілі талап етіледі. Ақылы негізде оқуға түсу талаптары нақтыланды. Енді ақылы бөлімде тек мемлекеттік қызметшілер ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдері де оқи алады. Білім беру бағдарламаларына ерекше талаптар енгізілді. Айта кетейік, биыл мемлекеттік білім беру тапсырыс аясында магистратураға 120, ал докторантураға 12 грант бөлініп отыр. Құжаттарды қабылдау маусымның 25-не дейін жалғаспақ. Жанар Мұқышева, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Көкшетаудағы нөмірі 12-ші орта мектептің оқушылары және информатика пәнінің мұғалімі Түркияның Анталия қаласында өткен халықаралық сайыста 1-ші орынға ие болып елге оралды.
Халықаралық роботтар жарысы 10 мен 18 жас аралығындағы оқушылар арасында өткізіледі. Мұндай сайыс алғаш рет 2004 жылы Сингапур қаласында ұйымдастырылған еді. Қазір бұл жарысқа 32 елден келген 1000-нан астам дарынды жеткіншек қатысады. Ол жерде 13 категория болды. Біздің Қазақстаннан 500-ге жуық қатысушы болды. Осы робототехникадан біздің роботымыз осы мен және мен оқушыларым бірге қатысып, екеумізде осы бірінші орынға ие болдық. Сайыс тапсырмасына орай белгілі бір роботты құрап, алгоритмін жазып шығу керек. Шығармашылық санатта берілген тақырыпқа байланысты қатысушылар жобада құрастырулары тиіс. Жарты жыл бұрын біз халықаралық олимпиадада бірінші орынға ие боламыз деп армандағанда жоқпыз. Ұстазымыз Дәнекер Аманкелдіұлының арқасында біз осындай жетістікке жеттік. Жетекшімізге алғысымыз шексіз. Мектепке де көп рахмет. Хочу выразить благодарность нашему учителю. Түркияда өткен халықаралық олимпиадада бірінші орынға ие болғанымыз үшін ұстазымызға алғысымды білдіремін. Бізді қолдауға келгендердің барлығына да рахмет. Большое спасибо руководителю. Үйірме жетекшісіне рахмет. Енді Римдегі сапарға дайындаламыз. Баламның робототехникаға барғанына 3 ай болды. Бала кезінде де қатысып жүрді. Бірақ қазіргі мұғаліміне жолыққаннан кейін робототехникаға деген сүйіспеншілігі қайта пайда болды. Алдағы уақытта Дәнекер мен оның шәкірттері аймақта робототехниканы дамытуды жоспарлап отыр. Өйткені бұл бағыттағы білім мен білікті мамандарға сұраныс тек арта түспек. Евгений Варанкин, Жүрсін Омырза, Қардақ Леуғаболов, Көкше ақпарат. Ақпараттар легі әзірге осы, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.